Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әдебиеттік оқу 2-ші сынып 57-ші сабақ Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы мен істейтін жұмыс бар деп аталады. Яғни бүгін біз Қадыр Мырзалидың жұмыстың жылуы деген әңгімесінен де өлеңімен де танысатын боламыз. Олай болса, мына суретке назар аударайық. Малды күтуге байланысты қандай сөздер бар дейді. Яғни малды күтуге байланысты шөп салу, су беру, тамақтандыру деген секілді сөздерді қолдансақ болады. Үйді жылытуға байланысты қандай сөздер бар дейді. Көмір әкелу, пеш жағу, отын жару деген секілді сөздермен толықтыруға болады. Үй шаруасына байланысты қар күреу, шатырдан қар түсіру деген секілді, яғни қысқа байланысты осындай сөздерді біз күнделікті қыс мезгілінде қолданады екенбіз. Олай болса, 2-ші тапсырма өлеңді түсініп оқы, жұмыстың жылуы дейді. Суретке назар аударатын болсақ, балалар, мына жерде суретте отын жарып жатқан баланың суреті, яғни қыс мезгілінде пеш жағу үшін, үйді жылыту үшін біз отын жағамыз. Мұқият тыңда. Долысын ай боранның, тұлыбыма орандым. Кімге қамсау тұлыбың, от жағалық құлыным. Деді апам бара ғой, бірер шөрке жара ғой. Жеңіл желпі киініп, белді буып түйініп, жұмысқа тез кірістім. Мол жаруға тырыстым. Салдым күшті мен шындап, бірте-бірте шым-шымдап, бойға жылу тарады, апам маған қарады. Деді сосын ерледің, от жақпай-ақ терледің. Жылуы бұл жұмыстың, қызығы ғой бұл істің. Қадыр Мырзалиев. Яғни бұл өлеңнен түсінетініміз, балалар, егер үйіміз суық болып тұратын болса, біз пеш жақпай-ақ өзіміз еңбек ету арқылы жылына аламыз. Яғни сен үйді жинап бастасаң, немесе басқа да үй тірлігін жасап бастасаң, тоңып отырған болсаң, тез арада жылынасың. Өйткені бұл жұмыстың жылуы болып табылады. Келесі суреттерге назар аударайық. Мына өлеңдегі сөздермен танысайық. Долы боран дегеніміз мінекей мына суреттегідей алай дүлей боранның түрін айтады. Қатты қыс мезгілінде болатын құбылыс. Екінші, мына жерде тұлып деп отырғанымыз малдың не аңның терісінен тігілетін кең ұзын тон, яғни қалың киім болып табылады. Өте жылы болады. Қыста осындай қатты суықта киеді. Одан кейін мына жерде шөрке деп тұр. Бұл кесілген мынандай ағашты шөрке деп атайды. Қамсау бұл жерде қорғаныш, пана деген мағынаны білдіреді. Шым-шымдап дегеніміз біртіндеп, ақырындап істе деген мағына. 3-ші тапсырма өлеңге сүйеніп, оның мазмұнын өз сөзіңмен әңгімеле дейді. Жұмысқа дейінгі баланың іс-әрекеті қандай болды? Долысынай боранның, тұлыбыма орандым, кімге қамсау тұлыбың деп. Яғни жұмыс істемей тұрып, бала, ой, қандай суық еді, мен жаңағы жылы киімді киіп алайын, оранып отырайын деген болатын. Киімі тұлыбына орандым деді. Одан кейін апасының сөзі қандай болды? Кімге қамсау тұлыбың, от жағалық құлыным, деді апам бара ғой дейді. Бірер шөрке жара ғой деп одан кейін апасы айтқан болатын. Баланы жұмыс кезіндегі сәтін бейнелейтін сөйлем киімі. Жеңіл желпі киініп, белді буып түйініп, жұмысқа тез кірістім, мол жаруға тырыстым дейді. Яғни ісі әрі қарай кетеді. Салдым күшті мен шындап, бірте-бірте шым-шымдап, бойға жылу тарады дейді. Яғни бұл жерде киім мен ісі туралы айтылған. Соңында жұмыстың кейінгі ең соңғы сәті апасының сөзі қандай болды? Апам маған қарады, дедің сосын ерледің, от жақпай-ақ терледің, жылуы бұл жұмыстың, қызығы ғой бұл істің деп апасы соңында сөзімен аяқтады. 4-ші тапсырма жұмыстың жылуы тоңып отырған баланы қалай өзгертті? Өзгерісті сызбаға қарап түсіндір дейді. Яғни мына сызбаға қарап отыратын болсақ, бала жұмысты бастамай тұрып, ол тоңып, суықтан қорқып отырған еді, алайда жұмыс жасап бастағаннан кейін қызыға бастады. Сосын жұмыс жасау кезінде ол ыстықтап кетті. Яғни оның жұмысы әрі қарай жүрді. Ол қозғалды, жаттығу жасады, әрекеттер жасағаннан жұмысы өсті деп бағалауға болады. 5-ші тапсырма кестедегі тақырыптар бойынша. Келесі 5-ші тапсырмада ауылдағы қысқы еңбек түрлері дейді. Яғни от жағу, үй жануарларына шөп су беру, қар күреу, мұз жару. Қаладағы қысқы еңбек түрлері машинамен қар тазалау, тротуар тазалау, шатырдан қар түсіру, мұз ойу деген секілді жұмыстар болады. Яғни ауыл мен қаланың жұмыстары екі түрлі екенін байқай аламыз. 6-ші тапсырма, өзің қыста қандай еңбек түрін атқарасың, оның пайдасы неде дейді. Мен қыста құстарға жем шашамын, әкемнің машинасының қарын тазалаймын деп жауап берсең болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыз.